Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Қолдарындағы Тәуратты растаушы ретінде түсіргеніме, яғни Құранға иман келтіріңдер. Оған адамдар арасынан бірінші болып қарсы шықпаңдар және аяттарымда атақ, лауазым, мал-мүлк, тағы басқа сол сияқты азғантай бағаға айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар, мені ғана пана тұтыңдар. Ақиқатты жалғанмен бүркемеңдер және ақиқатты біліп тұрып жасырмаңдар. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер және иіліп рукук жасаушылармен бірге рукук жасаңдар. Сендер ел жұртқа ізгілікті бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Өздерің кітап Тәуратты оқисыңдар, ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Аллаға құлшылық етуде, күнә атаулыдан сақтануда һәм бастарыңа ауыртпалық түскенде сабырлылық танытып намаз оқып, Алладан медет тілеңдер. Расында бұл Алланың шын именетін һәм оған тиісінше тағзым ететін жандардан өзгелерге тым ауыр келеді. Алладан шын именетін һәм оған тиісінше тағзым ететін ондай жандар Раббыларымен қауышатындықтарына және оған міндетті түрде қайтатындықтарына кәміл сенеді. Ей Исраил ұрпақтары, өздеріңе үйіп төгіп берген нығметтерімді және бір кездері сендерді жер-жаһанды үстем еткенімді еске алыңдар. Сондай-ақ біреудің күнәсін біреу арқалап, біреудің қарызын біреу төлей алмайтын, ешкімнің шапағаты қабыл болмайтын, яғни біреуге шапағат етіп араша түсе алмайтын, ешкіммен азаптан құтылу үшін ешқандай өтем алынбайтын және ешкімге ешқашан жәрдем берілмейтін, әркім өз басымен қайғы болатын алапат күннен қорқыңдар. Һәм бір Аллаға иман келтіріп, игі істер атқару арқылы алдын ала сақтаныңдар. Ей Исраил ұрпақтары, естеріңде болса, кезінде сендерді ауыр азапқа салған Перғауын әулетінен құтқарған едік. Олар ұл балаларыңды тірідей бауыздап, қыз балаларыңды өздеріңе күң қылып қорлау үшін тірі қалдыратын еді. Біле білсеңдер, осының бәрі сендерге Раббыларыңнан келген үлкен сынақ. Сондай-ақ естеріңде болса, арттарыңнан қуған Перғауын мен әскерлерінен қашып келе жатып, теңізге тірелгендеріңде сендер үшін теңізді қақ жарып, барлығыңды Перғауынның қанды шеңгелінен құтқарған едік. Сондай-ақ сендер жағаға шығып қарап тұрғандарыңда көз алдарыңда Перғауын әулетіне суға батырған едік.